Leylan'ı kurmuş. Girmez mi? Leylan'ı. Siyana da geldiniz mi? Bol bir çarpı bağır mıydı götür komiser olsun. Evet, tüko geldi hani. Noda mı yapıyor? Olamaz. Oy kalay süresin be. Kasıdırız. Kim yok saymayın, bıçak. Ver götürürsün. Manaları. Sen kim bakar? Gözlerin berber oldu. O şeyde güven geldi. Buradan aygır izledi diye bekleyelim. Basın kaytasak koyun. Boşuna da tutabilirsin. Ama O niye gidip durağınızı ayrılırdın çıkmayın. yok abi o. Hani olsa. Harbi alıp gelelim. Başla. Tutun damaşını söylesin mi? Olmayan da olsun tanımıyor. Son 7-8 gün toyumuz. Vallahi ya 35 toy. Kolay dersmesi var mı? Evet diyor kıymetli. Ama yürüyün var mı? Al endi oturayık. Moldeken geldi. Ana video kişilerdi. Nikon kişilerdi. Svet apay. Yok ana video kişiler var. Köşedeki kadar ne çalışacaksın lan ya? Buna göre cimler bir yedirsin. Tutucu yani. Hürmetli bizden осы ортамызға қонаққа келіп отырған үлкен апаларымыз, апайларымыз, ағаларымыз, біздің ықыласымызды сыйлап келіп отырған, алыстан келген күйеу бала деп айтуға да болады, дос, енді оның күйеу бала күнетпек болар, достарымыз, бүгінгі мына келіндеріміз, сол барлықтарына
Қош келдіңіздер. Осы біздің үлкен бір қуанышымызды ортақ болып, соны сыйлап, ауылымызды сыйлап, осы біздің класста оқыған азаматтар мен қыз азаматшаларды сыйлап келгендеріңізге көп рахмет. Жиі Алла тағала бас қосуға нәсіп етсін. Қуанышты күндеріміз көп болсын. Енді бүгінгі отырыстың өзі мәнінде отырысты бөлек, ең осы кездесудің түп тамыры деп есептеймін мен. Енді мен қазір бірінші осы отырғанда біріншіден барлықтарыңызды кішкене таныстырып өтейін. Біздің класстың күйеу балаларын бірінші таныстырайын. Ол бізде күйеу балалардан достығы үлкен. Мынау Жалайыр деген ел бар ұлы жүзде. Сұрайды, орталарында Жалайыры бар ма дейді. Ол кіші бола ма, ол үлкен бола ма сұрамайды. Жолын ғана сұрайды. Жалайыр бар ма? Жалайыр бата беріп бастайды екен. Сондықтан Жалайырдың азаматы, өзіміздің досымыз, қуанышымызда бәрімізді бірге жүретін Күрішбай деген азамат. Талдықорған Мұқыр ауылының иесі бір ауыл. Бала шағасының тойында, қуанышында бәріміз бірге боламыз. Солай ата-баба жақсы өсіп жатыр. Бұның кейінгі бір жағы дос, өзіміздің де класстас. Бір жағы біздің Айтжамалымыздың жұбайы, өзіміздің кішкене бір нәрсе Жамылтар білеміз. Бір көшкен Асан деген, міне бұлар не болып тұрған кезде қатты араласты, бұл бізді бөлген жоқ болатын. Білесіңдер ғой, жігіттер? Марат, білесің ғой, Асанның үйіне бар, Асанның автобусымен Катимеге баратынбыз, сөйтіп араласып жүрген кездеріміз. Біздің ортамыздағы достарымыз Рақам мен Нұрайташ өмірден өтіп кеткен. Солардың орнын жоқтатпай, осы біз бір көскен жігіттердің орнын жоқтатпай келіп отырған Манар Дәрбай. Тоқаяқта қалып қостап жүр. Соның кейін біздің енді өмірден өткен достарымыздың барлық туыстарын шақырғанбыз, бір үйден бір адамды, сол бір екі адамды, сол мынау біздің Қасеннің жездесі Ақылбек деген азамат келіп отыр. Соның кейін біздің жездесі кластасымыздың күйеу баласы Кәсілхан Үркімбайұлы деген азамат. Қарасы әлі фигурный біздің бақас, рахмет саған. Жолымызды бізге жиі хабарластырып тұратын. Аман жолымызды бәрімізге телефон беріп тұратын, телефонмен сырластырып тұратын. Біздің класстың келіні, рахмет саған міне. Біздің алыстан келгенің үшін аты? Орынтай. Енді класстастарды айтпаймыз, мына кісі менің шешем. Сәбит екеуміз егіз біз деп айтуға болады. Білесіңдер, осы жерде отырғандар бәрі білесіздер, Сәбит екеуміз бір үйде өстік, бір төсекте жаттық. Жазғы қысты күні Жамбылда үйде боламыз да, қыста менің шешем қолында. Сондықтан мен ары ойлап бері ойладым да, Нәжігүлдер бәрі мұқтарлар көшіп кетті. Сондықтан шешем, иншалла, осы болғаннан кейін шешемді ертіп келдім. Менің шешем Фариза. Апайымызды. Ал енді мынау екі жақтан да бір екі сыйлы адам отыр. Бұл ұстаздар қауымынан келіп отыр. Бір жағы біздің өзіміздің аяулы Ерке ұлымыз Ерболаттың әпкесі, біздің Свет апайымыз. Біздің өзінің талантымен, өзінің жалындаған отына айтады ғой, Мұқағалия өзінің отына өртеніп кетті дейді ақындық несіне. Сол сияқты ермегіміз өзінің бір талантын жарқат көрсеткен кезінде, бір өкімет өзгертін еткен кезде ортамыздан кетіп қалған үлкен өкінішіміз бар. Сол өзінің ермектің артын басып, тете өскендер өте не болады, сол нұрланымыз келіп отыр мен ортамызға. Кәмилә отыр, Кәмиләміз отыр. Енді бәрін шәпкенді айтпай-ақ қояйын. Бәрібір айттым ғой. Нені айтпасыншы қазір çıktırdık. Құран оқымас бұрын кішкене бұл біз бүгінгі Молдеке, сіз біліп отырмын, сіздің қазір аған бақшасынан бақшасы демейміз, біраз жазып келген арнау өлеңдеріміз бар. Алдымыз алқындап қалдық, онда біраз бар, бірақ соған бос бармайық деп, осы Алматыдағы Марат бар, Тұрсынбек бәріміз барып, сонда бір қырқына қатысып тұрған кезде оқыған өлеңім бар еді, соған қайтадан кішкене не кіргізіп, бәр достарды еске алып, марқұм болған класстастардың рухына достарды еске алу деп бастап жазыппын. Енді кішкене ақындығым дұрыс болмаса, ақыл сұлтан сіз кешіріңіз. Береді, Алла алады, сүйеді, күйіп жанады. Бұл өмір судай ағады, бәрібір өлім табады. Мейлі асық, тіпті асық па, тас жүрек яки ғашық па, төтеден келген ажалдан құтыла алмайсың қашықта. Ажалдың түсі қаһарлы, жүрекке жара салады.
тайғұлындай біргөскен класстастарымды жалмады. Елуге біздер жеткенше 10 шақты достан айырылдық. Еске алып біздер егіле сендерді достар сағындық. Жөнбеді ерте кеткенің Сәбитпен Қасен ермегім, Айтахметпен Ерболат сендерді ойлап өтермін. Көбеді алда биігің Османғалиба. Мезгілсіз сенде қиылдың, ойласақ біздер күнлерді, көңілге келер жиымың. Айтжамалдай ардағым, тәниден ерте қамдандың, мойындатып сен кеттің бұл өмірдің жалғанын. Кластың сұлу қыз еді, сартеректің гүледі, розаны алған сумажал арттағы елді жүдетті. Жасындай жанған өртеді, асылдар саған жетпейді, бай осыны бермектің тағдырға сыймай кеткені көкейден еш кетпейді. Төртеуінің тағдыры көлікте кетіп қиылды, жол апаты жойқыны, қалыңдатты қайғыны, қапыда болды қиыны. Білесіздер, авариядан біздің 4 жігіт, қайтыс болды. Сәбит бар, Ермек, Қасен, төртеу осы біздің Ермек, Домбайды. Алматыға көшіп кеп, қуанғанын көріп, оқысын Айдос өссін деп, сенім артып жүруші еді. Жомартты алды сумажал, келмеді қолдан ешамал. Сендерді қимай қоштасты, өкінішті өмір сол болар. Бәрі класстастарды еске алып жатты кетерінде. Бәріңе көңіл айтамыз, достарсыз үйге қайтамыз. Оқуға мынау соларға қабыл болсын дұғамыз. Ажалға қарсы тұра алмас, өлімнің өткір жүз алмас. Кездесуге келгендер сендерге көңіл бұрамын, Алладан ғана сұрармын. Қалғаның сау жүр, класстас деп жаздым. Енді әрбір класстастарға кішкене тоқталып өтермін. Оны бірінші құран бағышты болайық. Құран бағыштамас бұрын мынау дастарханға жаңа біз ескертіп айттық, үлкен ұлы жүздің баласының деп айттық. Сондықтан Күрішбай сен енді күйеуліктен өттің деп қояйын енді үлкен біздің ортамыздағы ер азамат дастарханға еш уақытта жаманшылық болмасын. Бүгінгі берген қатым қабыл болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын, елдеріңіз сау болсын, бала-шағамыздың қызығын көріп, заманымыз тыныш болсын, қазақ елі өркендеп өсе берсін. Бүгінгі жайған дастархандарыңыз жақсылық пен қуаныш болсын. Мен айтқаныңыз келсін. Туғандарым, арвақларының иманға тіл келтірген күллі мұсылмандарымыздың, жетім жесірлеріміздің, шәйіттеріміздің, бізден Құран деметкен күллі мұсылмандарымыздың арвақларына соққан Құран. Азаббаннар бирахматика архамрахим. Аллаху акбар. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. التقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما الآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما أيديهم وما خلفهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات. غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون. عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن. والذاريات إذا جاء المرسلون إذ أرسلنا إليكم فهل منا إليكم لا مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلون أم أنزل الرحمن. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لا مرسلون وما علينا. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ربنا ورب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الله العالمين. الصلوات السلام عليه من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا إنك أنت السميع العليم. وبحرمات حبيبك ورسولك الكريم واغفر لنا يا أخي واغفر لنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بأسلك وقرآنك يا أكرم الأكرمين. اللهم زينا بزينة حتمة القرآن العظيم والبسنا بالآتي حتمة القرآن العظيم ودخل الجنة بالشفاعة حتمة القرآن العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم بحرمات حتمة القرآن العظيم.
Hazzal meytel maqsud marhumlarga atnatаңыздар аға. Бірінші біздің ұстаздарымыздың рухына, Саспаева Рабиға апайымызға, Саусақбаев Бек Мұхаммед ағамызға, Егінбай қызы Гүлсақыш апамызға, Егінбаев Шайкен Құрманның рухына, Ыдырысова Қапан апайымыздың рухына, Сапарова Райса Қожа Ахмет қызының рухына, Түйебаев Ниязбек ағайдың рухына, Өтебаев Аққазының рухына, Маянова Тамара Степан қызының рухына, Мұхаммадиев Базарбектің рухына. Класстас достарымыз Байбосыны Бермек Байғалиұлының рухына, Донбаев Бермек Садиқұлының рухына, Нарымбаев Жомарт Оразбекұлының рухына, Конжиев Ерболат Дүйсенбай ұлының рухына, Омарова Роза Төкен қызының рухына, Сағымжанов Айтахмет Сатайұлының рухына, Ошақов Айтжамал Шошабай қызының рухына, Наурызбаев Қасен Байғожа ұлының рухына, Құмарбеков Сәбит Қайдашұлының рухына, Қанағат Қуанышбек Қабдешұлының рухына, Омарғалиева Гүлнар Шерияздан қызының рухына, Телғожин Марат досымыздың рухтарына бағыштай келе, осы біздің классымыздың күйеу баласы болып дүниелік болған Елік Төреұлының рухына, Мәрвәнің жолдасы. Және осы достарымыздың, класстастарымыздың бұл дүние өткен ұлдары Данияр Маратұлы, Саусақбаев Мараттың ұлының рухына, Айдын Зейнелұлы, Шәпкенің ұлының рухына, Марат Ермекұлы, Катима мен Ермектің ұлы. Осы аталған азамат пен азаматшылар рухтарына бағыштадық. Иләһү әшһәду ла иләһә иллаллаһу әшһәду Мухаммад ғабду. Мәйіттеріміздің арвақларына осы оқылған Құран хатымның сауабын нәтижелеп бағышладыңыздар ма? Рахмет рахмәтен алғаламин Аллахум раббана иннека анта самиул алим. Туғандарының рұқсатларын иләһи йомин деп қол жайып отырған жамағаттарымыздың атырабы. Туғандарының аруақтарына осы оқылған Құран хатым сауабын нәтижелеп бағышлап жатқан жер жәннатта жүрген жер. Қабірін Құран нұрымен нұрландырып, Алла тағала о дүниеде қабір азабынан жеңілдетіп рахым жақсылық бергейсің. Аллахумма әури хабрихи бинурил Құран ұжал хабрих раузаттан мен раузаттан жал ғұпра минар би рахматика архамар. Өткенімізге иман, тірімізге хайыр берекет жақсылығы рахметін, ислам тіршілігін Алла нәсіп ейлеп оққан Құрандарымыз сауапқа жазғайсың. Раббана атина бин хасанатан фил ахирати. Әзәббәннәр би рахматика архамар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху рахмет. Рахмет, сауап болсын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Рахмет. Cemaatlarımızın Allah baslarına mantık denlerine sağlık var. Vallahi pele halangdan, derttir bezinden, ağrıp sırkağından, köldülün yol apatlarından, aspandan, yerden bulatın pellerinden saktı olur. Caniyadlarına bereket baslarına mantık denlerine sağlık var. Rahım жақсылық kılganların, qatarında jarılqa qaysın. Rabbana atina fid hasanatan. Azabbannar bi rahmatika. Allah. Vermişsiydik koyar mı? Çaydan gelir. Осының өзі, жиналып отырғанымыздың өзі. Осы сияқты мына Бауыржан, саған бір алғысымды айтайын деп отырмын. Енді осы нені жүргізіп жүрген, осының бәрін ұйымдастырып жүрген, бәріне көріп түрткілеп, күндізіне телефонмен айтып жүргеніз Бауыржан. Соның еңбегін бағалаңдар. Еңбегін бағалаңдар. Бауыржанның тыныш отырыңдар кішкене. Сол иә. Соны ерекше бір атайын деп отырмын. Кейде мен де өз жұмыстарымен жүгіріп жүргенде кішкене не болған, күндіз-түн телефонмен айтып қалай істесек, идеяларым өте көп болды осында келу үшін. Ананы сөйтейік, мынаны бүйтейік, кейбіреуін мен сызып тастайын, кейбіреуін дұрыс дейін, сөйтіп екеуміз біраз кезігіп те ана жақта нелер таралап шықтық. Олардың бәріне түсіндірдік осылай деп. Ас беру, Құран оқыту. Ең бірінші үлкен міндетіміз. Осыны ұйымдастырайық деп, соның идеяның бәрі сол күштеп келдік. Енді бір жағынан енді сонан кейін бір өзіміздің неміз бар ғой енді. Опытымыз бар 25 жылға келгенде қандай болып кеткеніміз. Сондықтан күмән болды. Осы ауыл жігіттер, азаматтар, қыздары қалай өсін етеді екен деп. Қалай көтерілер ме екен деп. Мына жақтан ұрам арғымағана мүлтім алып та бүкіл нешеген аралады. Қатима мүгіл жат тертіп алып. Бәрін еріп, ол да мына жақтан шапқылайды. Ұрымның еңбегі зор. Оғанда бір рахметімізді айтып қойып. Ал енді ол ұрым шапқылап нетіп жүрген Гүлбаршын қарындасын бірген келініміз. Ол қабағын сөйтіп бүйтіп отырса, біз бүйтіп отырмас еді. Солай ғой. Кешеден бері басып кіріп алдық.
Марат Өскеменді жинады. Иә, сонан кейін Мараттың да миссиясы бар, оның өскемендіктер, бірақ өскемендіктер қалай да кішкене не болып тұр. Енді оның енді кішкене Төлеуді тапты ғой. Иә, барып баралап. Төлеуді әкелді. Иә, ал енді бәрін айтып бергенде болмайды. Төлеу енді естисап келген азаматтан да артық бір қызымыз. Өзі қыздар көрсетіп жатыр. Розамен кім? Активный, ау деген. Бір жағынан Розаны да айта кетейін. Бір ай бұрын о да айтты, идеялар. Сөйтіңдер сендер. Өйткені біздің алдымызда Түркбайлар 40 жылдарын жасапты, одан алды ғой. Секретімді айтты. Аналарға істесін, толым кемпіндіру керек деп. Сөйтіп бізді қамшылап, оның да еңбегі бір алыстан келіп отыр. Айта отырайын. Жақсы азамат болып өсті бәрі. Бәрі білімді, сондай. Жақсы азаматтар мен қыздар да міне, ауылда қыздар да міне ешкімнен кем емес, бәрі жақсыз. Семья болып бәрден апа, ата болып отырсыңдар. Бәрден ризамыз міне. Бүгін міне қайтыс болғандарды еске алып жатсыңдар енді. Айтады ғой, өлі разы болмай, тірі байымайды дейді. Сондықтан бәріне рахмет. Қай уақытта жүрсеңдер де аман болыңдар, осы жақсылықтарыңды ғана естейік. Дендерің сау болсын, осындай берекі бірліктен сендерді Алла тағала айырмасын. Азаматтар ішінде аман жолдың келіншегі күнделен по телефону со слов Тұрсынбек сөзі бойынша ғана білеміз. Және өзін көріп, риза болып отырмыз. Міне енді апа куә енді біздің Дәмеш Бодолбаевна деп бізді класс жетекшіміз болған осы жоқтың. Бастауышта. Сонда Алла разы болатын үлкен іс болып соны ұйымдастырушы ана жақта Алматыда Бауыржан Тұрсынбек, мына жақта міне жігіттер Роза міне өзіміздің Разымхан Гүлбаш, мына жақта бәрі атсалысып міне өткізіп жатырмыз. Сондай көңілден шығып, көптен күткен нәрсе сияқты болып жүреді осы. Дәмеш апайымыз ғана, Мұрат ағамыздың жағдайына көңіл айта алмай жүрген, сөйтіп жүреді. Бүгін ет көрісіп еді. Енді әр үйде де жаңа айтқанда сондай жағдайлар болды. Оған енді сабыр ету керек дейді Құран бойынша. Сабыр қылып жүрміз. Ары қарай да міне қол жайып Құран бағыштадық. Алла тағалаға періштелер соның бәрін жеткізсін. Ары қарай енді мына қолындағы Бауыржанның тізім тоқталып, ары қарай ақжаулық аналарымыз ұзақ өмір сүріп, әр жерде тек қана қуаныштар болсын. Ары қарай да енді сол күй тарап кірбімізді ұмытып кетпей, телефондарымыз бәрімізді ғана жазып аламыз дұрыстап. Немерелер туса, шөберелер туса, қолма-қол әшейін қазір неше түрлі транспорт бар. 60 келе жатыр, 60. Соны айтамыз. Юбилейге жинасын дейді. Әшейін ұшып, сағынып, сөйтеміз. Апа, 60 келе жатыр дейді. Жақсы рахмет. Қыдырын қияласын, періштен ұяласын. Кең бейіл берсін, кетпес ырыс берсін. Бас берсін, өмір ұзақ, жас берсін. Келгендеріңе, өлтіріні еске алғандарыңа, баладар, көп рахмет. Дендерің сау болсын, бала шақадарың аман болсын. Содардың қызығын көріңдер, ашылықтарың сол той томалаққа жайылсын. Сендеге қарап отыр баладар. Кейінгі ұрпаққа өте мәнді
үлгі болады. 30 жылдық жасамай жатқандар да бар, мысалы үшін. Сіздер 40 жылдықты жасап жатсыңдар. Енді барлықтарың дендерің сау болсын. Үнемі жақсылықта, жаңа 60 жастарымызда кезігектесіңдер. 60 жастарыңда, басқа да тойларыңда жиі бас қосып отырыңдар. Ондай азаматтар бәрі бар. Мысалы, біреу бастап келесі ой не керек десе, болды уже адамның ары қарай несі болмайды, стимул жоғалып кетеді. Ал егер құптап ары қарай сөйтейік десе, екінші адам қостап, үшінші адам одан ары жалғастырып кетсе, любой істің ары қарай жалғасы болады. Сондықтан өте баяғы қолдан келетін, сөзі де, ісі де жүретін азаматтарды біз көріп отырмыз. Сол үшін осындай, осы мектептен шыққан, осы ауылдан осындай азаматтар шыққанына сондай біз қуаныштымыз, бақыттымыз деп есептейміз. Ал енді үнемі дендерің сау болсын, әлі де көп өмір сүре беріңдер. Жаңа айтып жатсыңдар, дізім сонымен тоқтасын. Ол кеткен жастардың бәрі собой көз алдарыңда жас күнде қалды. Жас кезі бәрінің 30-ға ғана толған кездері, олар собой көз алдарыңда жас болып қалады. Орыстың жазушысы Николай Островский айтыпты. Каждый өмір сүрген күнің мейрам депті, мереке. Сондықтан мына тіршілікте каждый жүрген осы күндеріңіз мейрам ол. Міне, что тірі жүрім десеңдер, осы күн міне мейрам. Кейде ұлдар мейрамда қойса, қыздар ренжімеңдер, олар мерекелерін неметіп жүреді. Сондықтан енді тек қана жақсылықта бастарыңыз қосыла берсін. Рахмет. Жас түйін бастығы, ауылдан ұлымға рахмет айтам. Осының бәрі бірлік бар, тірлік бар дейді. Осының берекенің арқасы. Бүгін не үлкен қатын түсіп жатсыздар. Өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Қатындарың сауапты болсын. Бүгін абақтар алынып түшкен шығар енді. Ал енді міне 40 жылдыққа келген, жеткен де бар, жетпеген де бар. Міне бүгін енді өте үлкен бауыржан үлкен іс атқардыңдар. Рахмет. Енді қалған 40 жылдықтарға Тұрсынбек, барлықтарына дендерің сау болсын. Енді денсаулық барда, дені сау болса бәрі болады дейді. Дендерің сау болса байлықта, махаббатта, байлықта соның денсаулықтың арқасы. Енді адам мың жасамайды, ұрпағы мың жасайды дейді. Сол үшін өмір сүреміз. Сол үшін енді барлықтарын осы 60-ға аяқ бастық. Аман есен болыңыздар. Осы 40 жылдықтан жақсылап тойлап, демалып, осындай кең дастарханға жақсылықпен тойға жайылсын. Құтты болсын. Бірінші өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Қатын беріп еске алып жатсыздар, сауабы тиеді. Біздің өміріміздің жалғасы осы ұрпақ өсіру. Өйткені немере деп жаңа бауыржан айтып кетті. Қазақ әрқашан баланың өскенін білмейсі, немеренің өскенін көріп өткен қазақпыз. Алдымыздағы аналарымыз аман болсын. Бүгінгі қатысып отырған ұстаз апайлар аман болсын. Өйткені біз осы 40 жылдықты осыдан 2 жыл бұрын жасадық. 3 жыл бұрын, 71 жылы біз мектеп бітіргенбіз. Содан кейін жиналып едік. Көп азаматтар келді, азаматшылар. Өте бір жақсы болады екен, сағынып кездестік. Сол жерде розалар енді ауылдың мұқырға келін болады да, бұлар кәдімгідей 2 күн тік тұрып, сырттан келген қонақтарды өздері күтіп, келінбіз деп еңбек етті сонда. Содан бері роза біздің класспен бірге бітіргендей болды. Жаңағы бауыржан айтқан осы 40 жылдықтың ар жағы 60 жасқа келіп тірелді. Содан қазір сондай жұбымызды жазбай, бірімізден кейін біріміз 60-қа толғандарымыз шақырып, үлкен бір семья болдық. Бұл деген өте бір қуанышты мереке. Өйткені мектеп бітіріп, әркім өз жолын тауып, осы ауылдан ұшып, сыртқа кеткендер бар. Осы уақытқа дейін бірін-бірі көрмегендер бар. Анау аман жолды міне көрмесем де, шынын айтайын, тура бірге жүргендей болып тұрып, телефонмен сөйлесеміз ғой, тура. Кездесу келеді дейді.
рахмет оған. Қызының тойына да шақырды. Шақырды. Сол кезде бір жағдай болып бара алмай қалдық, әйтпесе осы бірге жүріп араласқанға ештеңе жетпейді. Роза 20 жылдыққа да, 25 жылдыққа да келіп, ол кезде 2 қызын алып келетін кішкене жұмыс басты болдық. Осы жол айттым, бірге барам өзім, бірге болам. Өйткені өмір екі айналып келмейді. Бұдан кейін 40 жаста жинала ма, жиналмай ма, бірге өткізейік деп келдік. Мынау енді жасап атқан тойларыңыз құтты болсын. Тұрсынбек, Бауыржандар, біз көп болды араласқан. Осы Алматыға келгелі бері әрқашан біргеміз, тойларымызда бірге өткіземіз. 50 жылдықта бірге өткізгенбіз мінекей. Түкеңнің ұл қыздары үйленді, оның бәрінде қуанышында бірге болғанбыз. Жолдың үстінде мұқырда. Осыдан бір қиын заман кезінде Алматыға жүретін 2 пазикке үйден шай ішетін. Онда балалар кішкентай. Сонда пималардың бәрін далаға шешеді да, үйге кіреді ғой бәрі. Ол кезде мына жол бойындағы кафе не деген жоқ қой. Сонда кішкентай балалар айтады: "Мама, мынаның бәрі сенің туысқаның ба?" деп. Қыздың жаманы бір шәугім шайға жарайды деген рас ол енді шынайы кезде. Ал енді ер азаматпыз ғой бәріміз. Сонда 2 автобус келсе біз қарсы алу алмауымыз мүмкін шығар. Бірақ енді қыз бала болса соның бәрін өткізіп. Ал енді қазір заман түзелді. Бауыржандар Зайсанға кетіп баратса, Тұрсынбек кетіп баратса, біздің үйге тоқтап бара жатырмыз, сәлем айтасың ба, қалайсың деп әрқашан келіп тұрады. Енді ертең кездесу мектепте. Тұрсынбек үлкен шаруа жасады, музейге үлкен өзінің істеген еңбектерін әкеліп жатыр қойып. Ұйымдастыруға жаңа старосты деп Тұрсынбекке, Бауыржанға, Маратқа, мына жерде Ромға рахмет. Осындай ұйымдастырып дастархан жайып, бұның өзі үлкен шаруа, еңбек шынаған кезде. Айтқанға оңай, өйткені 40 жылдықта біз өзіміз жүгіріп, соны жасап көргенбіз. Бір барған үйге 2-3-тен барасың, келіңдер деп. Осы кезінде балалықпен өттік өмірді, жұмыспен өттік. Ендігі өмір бір-бірімен сыйласып өтуде қалды ғой өзі, өмірдің өзі. Енді ертеңгі мереке құтты болсын, бәріңізге денсаулық, семьяларыңызға бақыт, өмірлеріңіз ұзақ болсын, жақсылық алда болсын, әрқашан бірге болайық. Рахмет. Түскенді арманды, түспеген арманды. Роза, рахмет, тура. Өзіміз мақтанып бейтіп, ғарисіз мақтанамыз саған. Оның бәріне Күріспайдың арқасы сенің үстіп жайнап жүргенің. Онда тәуба дейміз енді. Жүрген осы бір семья. Балалары қандай өсті. Скоро Турцияға кеткен отыр. Турциясы қиып тұрып біз қор. Аман жолдың құлағын шұлдаттық. Бұл телефонмен тойға шақырады ғой бізді. Барамыз, әне барамыз. Тұрсынбек қаттық, зина алды бәріміз. Кетіңдер істеді ғой. Бұл көп сөйлеспейді ғой. Мен айтқам жоқ ол, Қоғланның жырында бар. Қоғланды құртқа. Сондықтан аман жол, біз тойыңызда болды деп есептеңіз. Әлі талай қуаныштар бар. Арманым Екібастұзды көру. Через Екібас, бірақ Алматыға қайтасыңдар. Құдай қаласа. Енді мына жиналып отырған дос, туыс, үйде оқыған класстас. Осындай арамызда жоқ. Достардың құрметіне ас беріп жатырмыз. Микрофон қайда? Ет жеген жоқ әлі? Ет жегім жоқ. Ет жеп алсын. Солардың құрметіне ас беріп жүгіріп жүрген мына Ромка, осындағы қыздар, сендерге рахмет. Осыны ұйымдастырған міне Тұрсынбек пен Бауыржан, Марат, сендерге рахмет. Алыстан жақына келген қадымдарыңыз сауыптан болсын. Енді бұдан ары деріміз сау болып, күліп ойнап жүру ойласын. Рахмет. Бізге енді сіздердің араларыңызда біз емес Ермектің отырғаны дұрыс еді деп ойлаймыз. Света бәріміздің орнымызда, олардың орны. Енді Алланың жазған жасы оларға. Енді Ермектің қаза сөздеріңіз білесіздер, қайғылы қаза болды. Артында қалған балалары Катимаға көп рахмет жеткізіп бір-бір үй қылды. Қазір орны жоқтатпай отыр. Көп рахмет айтам Катимаға. Енді сіздерге айтарым,
нағыз ауылдың азаматтары сіздер осы жердің топырағына кіндік қандарыңыз осы жерге байланып қалғандай мәңгілік ауыл азаматтар ауылды аңсайтта тұрады. Ол қай жерде жүрсе де туған ауылы бәріне де ыстық. Осылай келіп туған туысқандарыңызды, класстастарыңызды жинап жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Енді қарап отырсақ Сартерек ауылында өзі рет-ретмен келе жатқан аталыққа кісі қалмай бара жатыр. Қарасақ санарлықтай өзі. Енді сіздердің араларыңызда да осы класстастардан қарап отырсақ қазақ кісі ауылда қалғандар. Сіздер аман болыңыздар. Алыста жүрсеңіздер де ауылдың амандығын, жақсылығын тілеп жүресіздер. Соған көп-көп рахмет. Мереке бірліктеріңізіне жалғасып жатыр екен. Жаңа айтып отырсыздар, адам есейген сайын туған туыстың, одан кейін мына бірге оқыған кішкентайдан класстастарының қадір қасиетін қаттырақ білеміз. Енді мен айтарым өз басымнан да. Қазіргі жолдастан бір кездегі, енді совет өкіметі кезіндегі класстастар мен жолдастар өтістік олар. Олар қалайда нағыз бір-біріне берілгендік, жолдастық қасиеттері әлі күнге дейін сақталған. Сондықтан енді ара жіктеріңіз ажырамасын, бірге болыңыздар, 80-90-ға келіңіз. Мына Бауыржанның апасының жасын берсін сіздерге, немере шөберелеріңіздің қызығын көріңіздер. Енді тек қана жақсылық болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Көріп аман жол керекпін. Өте қуаныштымын бүгін. Айтып кететін менде ешқандай басқа сезім жоқ. Өте қуаныштымын. Мынау деген өмірде бір келетін мүмкіндік, мынау қажылыққа бас қосу деген. Осы күнді ертең қайтадан келтіре алмаймыз. Сондықтан құрметті жолдастар, сіздерге барлығыңызге тек денсаулық, мықты, жан-жаныңызға бақыт тілеймін. Міне Бауыржан тамаша айтты, Мұқабайдың сөзімен де келтірді, өзінің ойынан да шықты, арнауы жүректі. Сонда тебірентіп, кішкентай өнерге жақын болғаннан кейін бар сезіммен сезініп отырдық. Енді айтады ғой, өлі же болмайды, тірі байымайды деп жаңа өте үлкен бір жақсы жиын өтті. Тарихи, мәнді, міне бір ауына түсті, ара жаққа кеткен барлық жолдастарымыз. Не айтам енді? Тек қана осы кездесуіміз соңғы болып қалмасын, жаңа айтқандай. Бәрімізде 60-ның есігін қағып тұрмыз, саяптай. 60-ымызда қазір соткымызды бәрін аламыз, құдай бұйырса. Бір күн, бір түніміз бар, ол кезде де байланысымыз болады. Енді тек қана той томалақта, жақсылықта кене кезейік, осы қалпымыздан танбай. Мына ұлдарымызды әпере холодильникте сақтағандай, мына қыздарымыз сондай тамаша бақтаған екен. 40 жыл көрмегенде мен таңғалып отырмыз, Серік сол баяғы спортивный формасында екен, кебес шалқақ, аман жолымыздың ел ағасы болыпты, мұртты себер. Не айтамыз? Біз енді мүмкін екенбіз халықтың алдында жүргеннен кейін ерекше тыртысамыз, енді халықтың көңілінен шығайық деп. Үйдегі жеңгелеріңізді жағдайымызға қарайсыз, сондықтан осында күйдеміз. Айтар басқа айтар сөзім жоқ. 30-ға келіскенбіз. 30 Бауыржандар келмей қалды. Бұрақтан келіміз тамада болатын осы жерде бір таңды қарсылғанбыз. Осындай қуанышты күндеріміз көп болсын. Әгіз айтсам да, қазір отырып айтамыз ғой, 40 рет бұрамыз десек, ой, ала 40-та бол екен ғой деп кейбір таң қалады. Ол енді қуаныш қой, қуаныш. Рахмет, осы ұйымдастырып жүрген алқа міне, Қыршынбек өз мектепте осындай болатын. Әлі, мен бір арнау шығарғам, 8-9 өтіп, сонда әрқайсыларыңызға жеке-жеке тоқталған сөздерім бар. Ертең кешке олай біз оны оқиын. Құрметтің несімен жасалған негізгі идея менікі деп қояйыншы. Мынау жазу болсыншы дедім, пакет берейік осы неде. Бұл пакетті мына жерде именно осы Сартеректің деп жазайық. Сон Пржевальский мектеп кеңдік деп өйтіп жазба. Жазуға дейін ақылдасып жаздық. Содан кейін оның ішінде мынандай шақыру билет бар, шақыру билеттің ішінде мынау сурет фотолары бар. 10 класстағы монтаж суреттері. Оның ішінде жаңағы блокнот бар, блокнотта жаңағы біздің ақын ағамыз бірге келген ертең болады, ол кісі бүгін достарына кетіп қалды. Мына блокноттың ішінде көрсетші. Мынандай бір Сартеректің тауының суреті 40 жылдық несі бар. Екінші бетінде Катиме түнімен отырып жапсырды мынау. Мынау туған ертең халықтың алдына шыққан кезде айтатын әніміз бар. Туған қандай көркем өмірдегі Катиме кім? Камария жаттай берді. Мынау бізге арналған өлең.
Қалыптау артта 40 жыл, азайтып айтсақ 40 жыр. Алтын ұя аңсары болған шәкірттеріңді бүгін жылындыр. Ашықта өмір бұлыңғыр, сәбидей тағы ұғындыр. Ұстаз боп, дос боп, парталас, бір өтсін күн түнің бір. Жаңағы кәкең айтпақшы, бірге жүріңдер деген сөз ғой. 55-тен бұлар асқандар, күтуден алдан ақтаңдар. Шөбере сүйсектеуменен қиялы қанат қаққандар. Бітпесін тіптен армандар, сартерек әнін салғандар. Қайда жүрсең аман бол, бақытқа бақыт жалғаңдар дейді ағам айтады. Сол мынандай бәріміздің қолымызда болады, осы блокноттың ішіне адресіміз жазамыз бірімізге. Қазір өздеріңізге не таратады біз бүгін дегенмен бүгін мынау Нұрлан, Свет апайларымызға осыдан кәкеме тартып өтемін деп жатыр. Мына өзін рекламасы екен. Өте дұрыс. Ана өлең бар ма екен ішінде? Тақиясын ба? Асан ба? Жоқ, Нұрлан. Қанша? Кесе бергеніміз е? Шақырып өлетін бергеніміз ғой? Тақия бар, тақия бар. Асан бар? Үш немене бар менде. Пригласите. Бар. Серғазы. Секе. Қорқытта тұрмен бір жағынан. Бүгін міне өте өзімді қалайда сондай немене сезімде өздеріңізді көріп бүгін кездесіп солай болып жақсы сөздер айтылып жатыр. Осындай сөздерге қосыламын. Бәрдеріңізге аманшылық тілеймін. Осылай аман есен кең дастарханда жинала берейік. 60 жаста бәріміз кездесіп осылай тойдан тойға болса берсін. Бәрімізге денсаулық тілеймін. Алыстан келген достар, аман болыңдар енді. Дендерің сау болсын, бала-шағаларың қызығын көріңдер. Бәрімізді міне 60-ға аяққасып қалдық енді. Немере шөбере сүйетін шамаға да жеттік. Енді жаңада айтып жатыр ғой, енді осымен тоқтасын деп. Енді Алланың қолында ғой енді. Осымен енді кластастарымыз талайынан айырылдық. Бағанда бері айтып жатыр. Енді осыдан кейін болмасын ешқандай не. Рахмет, міне өстіп. Еске алып жатыр міне аруақтарды. Барлығымыздың деніміз сау болсын енді. Алыстан келгендердің жолдарың болсын, аман есен елдеріңе барып. Тек қана жақсылық болсын, аспаныңыз ашық болсын, барлықтарың бақытты болыңдар міне. Дендерің сау болсын. Басқа не айтам енді, айтам. Дер, күйеу балалар, емінші мына көңілі көлдей келіндерім рахмет айтқым келеді. Бірі алыстан кеп жатса, бірі иіліп бізді кешеден бері күтіп жатыр. Енді екінші рахмет айтатын мына жүректер біздің қыздармен бірге соққан күйеу балаларға рахметімді айтқым келеді. Жүректері бірдей болып, осындай біздің 40 жылға келіп қыздарымызды қатыстырып жатқан мына жаңа Күрішбай, күйеу бала, Асан, осылар бәрінен рахмет айтқым келеді. Кәсілханды айтшы. Кәсілхан, ойбай, Кәсілхан айтпасам болды. Енді менің өзім күйеуім бүгін бір дәу күйеуім бар еді, еріп жүретін жаны. Өзімнен үлкенде дәулі кішкентай. Енді ол өмір болғаннан кейін бәрі болады. Осыдан 18 жыл мен де бір ұлымнан айырылдым. Соның бүгін 20 жылдығы соған қатысып жатыр. Ойын қазақ айтады ғой, күліп тұрып жылаймын, жылап тұрып күлемін деп. Соның біреу менмін, жылай жүріп күлемін, күле жүріп жылаймын. Енді өмір болғаннан кейін бәрі де болады. Өткендерді еске алып, оқып жатқан ар жақ бәрі де аунап түсіп жатқан шығар. Енді не деймін, енді қатарларымыз селемей, жаңағы Бауыржан оқыған
немененің бәрі тоқтап, осы 60 жылдықты бір кісідей қарсы алсақ, енді 60 жылдығымызды тойласақ, одан кейін 10 жылдан кейін 50 жылдығымызды тойласақ, немерелерімізді ертіп кеп, шөберелерімізді сүйсек деп армандаймыз. Енді кім біледі, енді оған Құдай жеткізетін шығар деп ойлаймыз. Енді сол бәрілеріңіздің осы дастархандарыңыз жақсылыққа жайнап, ұлдар, қыздар, келіндер, бәрілерің аман жүріңдер. Қайда жүрсіңдер де класстасымыз деп ұмытпай жүріңдер. Мен өзім білмеймін, өз класстасымды көрсем, ағы болсын, қарасы болсын, бетіне жабысып. Ешкімді көтерсінмеймін. Мен сағынады, екеуміз құшағымыз солап құшақтассақ. Бәрілерің аман жүріңдер енді. Сол үшін. Енді, бұлай болсын енді. Оргкомитеттіміз ғой енді. Үнін бойынғы естіңізді хабарландыру. Сағат 4-те. Жаңынан айтуымыз керек. 43 километрге. Жаяу жансы. Волейбол, футбол ойлаймыз. Волейбол, футбол. Спортивный киімдерімізді дайындап қазір қаламыз бәріміз. Ал енді мынау біз тағзым етіп жатқанымызды сыйлап келген туыстар, ата-аналар, сол сіздердің де енді көңілдеріңіз Алланың ісіне сабырлық қана керек екен, сабыр ету керек екен, шәк келтіруге болмайды екен. Неге алдың деп кейде адам қатты нетпеңіз айтады екен. Үйтіп алуға ешқандай неміз жоқ екен, сабырлықпен ғана қарап, сол бір үлкен бір түсіністікпен қарау керек екен. Сондықтан Алланың ісіне біз шәк келтірмейміз. Қазір енді нелді бір-екі сүре оқып, сол дастарханды жапсақ па деп отырмыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Ya ulu Allah osu okuyan Kur'an'ın savabını Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna және onun için dinin жалғастырушы ер әйел мұсылман қауымның рухына осы дұғаға қол жайып отырған баршамыздың жақын туыстарымыздың, құда жекжаттарымыздың, аға інілеріміздің, ұл қыздарымыздың, жақын туыстарымыздың рухына бағыштадық. Және де Құран хатымда аты аталған барша жолдастарымыздың атына, қарындастарымыздың атына, бауырларымыздың атына арнадық. Ұлы Алла осы оқыған Құранымызды қабыл ете көр. Қатерлі апаттан, селден, жер сілкінісінен, 41 қатерден, 1001 пәледен Алла сақтап, дендерімізді сау қылып, бала шағамызды аман қылсын, оқыған Құранды сауапқа жазсын, және бала шағаларыңыздың қызығын көріп, барлықтарыңыздың аман жүрулеріңізді Алла себеп берсін. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udzu birabbil falaq min şerri kufuvan ahad. Sadaqallahul azim. Ey Allah, so'qan Qur'on so'zlarining savobini Allohning rizosini uchun Пайғамбарымыз Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, әулие әмбилерімізге, сахабаларымызға, Ey Allah, осы жерде Құранға қол жайып отырған ағайындардың, о дүниелік болған жақын жуық туыстарының аруақтарына бағыштадық. Және де осы жерде жерленіп, Құранды әметіп жатқан аруақтардың бәріне бағыштадық. Ey Allah Тағала, жаңағы тізімге айтқан өзіміздің класстас достарымызды, олардың ұрпақтары,
ұстаздарымыздың рухтарына әдейлеп бағыштадық. Осы оқыған Құран нұрымен нұрландырып, көр азабынан сақтап, жандарын жәннатта топырағын торқ ете көрсін Алла. Бұл дүниеден біліп, білмей істеген қателіктер болса, Алла тағала кешіріп, көр азабынан сақтасын. Құран нұрымен нұрлансын. Алла тағала артта қалған ұрпағы ниеттілеген тілекті қабыл етіп, қиын қыстау пәле жалаңнан сақтай көр Алла. Алла тағала өзіміздің басымызды жақсылыққа бас қосуға, жақсы күндерде ниеттес болуларымызға Алла тағалаға нәсіп етсін. Оқыған дұға тілектерімізді Алла тағаламыз қабыл етсін. Жатқан жерлеріңіз жайлы, топырақтарыңыз торқа болсын. Раббана аттина фи дуnya хасанатун ва фил ахирати хасанатун ва қинна ғазабан нар бир рахматика рахман рахим.